Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы. Тақырыбы өткенді бекіту. Табиғатты сақтау, отанды сүю. Сүйейік табиғатты аялайық, біз одан жақсылықты аямайық. Анадай табиғаттың аясында жадырап жас балаша дем алайық. Яғни балалар, табиғатты аялау, табиғатты қорғау ол барша адамзаттың міндеті екен. Енді балалар, тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма Әлия мен Сырым математикалық ойын құрастырды. Жауапқа сәйкес суретті таңдап, оның нені білдіретінін айту керек. Ол үшін өрнектің мәнін есептеп алуымыз қажет. Яғни балалар, бұл тапсырманы ауызша орындасаңдар болады. Келесі тапсырма есептерді шығар. Кересептер құрастырып, оларды шығару керек. А. Оқушылардың әр қайсысы 5-тен 6 қатар көшет отырғызды. Оқушылар барлығы неше көшет отырғызды? 15 килограмм тыңайтқыш 5 қапшыққа тең бөлініп салынды. Әр қапшыққа неше килограмм тыңайтқыш салынды? Балалар, мен сендерге шарт құрып дайындап қойдым. Енді бұл тапсырмада шешуін тауып, жауабын жазуымыз қажет. Шартын қарасаңдар, бір ғана сұрақ белгісі беріліп тұр. Яғни, бұл тапсырманың шешуі бір ғана амалмен шығарылады деген сөз. Сендерге тапсырма шешуін тауып, жауабын жазып, осы есептерге кері есеп құрастыруларың қажет. Келесі тапсырма есепте. Яғни, бұл тапсырманы қарасаңдар, көбейту амалы, бөлу амалы, қосу амалы және азайту амалы бар екен. Яғни, амалдарды орындалу ретіне қарай орындап, мәнін тауып есептеуіміз қажет. Келесі тапсырмада өсімдіктердің тұқымдары мен сүйектерінің ұзындығы берілген екен. Оларды өлшеп аламыз және әр қайсынан 3 есе артық кесінді сызып шығамыз. Балалар, тапсырмалар сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Барлық тапсырманы қатессіз, мұқият орындайды деп сенемін. Және де кері байланыс жасауды ұмытпаймыз. Сендерге сәттілік.